Көрші елдің билеушісі сізге елші жіберіпті. Иә, не хабар айтыпты? Көршіңіз, егер бізбен тату тұрамын десе, менің 2 шартымды орындасын дейді. Не? Ол қандай шарт? Алдияр, бірінші шарты, егер біздің елмен тату қаламын десе, өзінің жүйрік атымен бірге байлығының жартысын берсін дейді. Жүйрікті берсін деген не сұмдық? Байлығының жартысын. Ой, неткен сұмдық. Жә, тоқтатыңдар. Босқа даурықпаңдар. Еліміздің жерін, нау байлығын қорғап қалу үшін бір жүйрікті және өзімнің жеке байлығымды қидым. Екінші шартыңды айтшы. Алдияр, екінші шарты, өзіңіздің туып өскен жеріңіздің бір бөлігін берсін дейді. Мына көрші елдің билеушісі әбден масайраған екен. Қолбасшылар жинаңдар. Жерімнің топырағын, алтын кенін қорғап қалу үшін соғыс ашамын. Ой, әміршім, байлығыңмен жүйрігіңді бер дегенде ойламастан беріп едім. Ал енді, асылыңды үн-түнсіз бергенде шағын жеріңді қорғағаның қалай? Бір жүйрігімді, бар байлығымды берем дегенде, ол өзімнің жеке меншігім еді. Ал енді жерімді бер дегенде, оған мен келісе алмаймын. Жер деген ата-бабамның сонау заманнан қорғап қалған, Ақ-найзаның күшіменен, Ақбілектің күшіменен қорғап қалған ата-бабамның жерін ешкімге де бере алмаймын. Қасық қаным қалғанша қорғап өтуге дайынмын. Иә, хан ием, сіздің шешіміңізді біз құптаймыз. Сіздей елін қастерлейтін, елін, жұртын құрметтейтін ханы бар бұл ел бақытты ел. Қолына ұстатпаған алтын тұғырып бөрімді, ат үстінде қорғаған туған өлке жерімді, сақтап қалып намысымды, жігерімді, тегімді, бабаларым баққа жетеледі елімді, батыр бабам Абылай, қара керек Қабанбай, Шапырашты Наурызбай, Қанжығалы Бөгенбай, Райымбек, Қарасай, Махамбет, Исатай, Райымбек, Қарасай, Махамбет, Исатай, қазақтың батырлары. Дарқанда
намысымен арын қорғаған жастарым алаңда бостандық үшін күресті. Халқының қаһармандары қайрат пен ләззатын, қайсар ақыным жұбаным рухтарына тәуір етті. Теңдіктің жасын бақ үшін, елдіктің асыл ән үшін, азаттықтың таң үшін, қазағымның ар үшін қарсы шықты алаңға. Еңбекпен жүгірген, ебелек отқа семірген, арғымақ мінген жаратып, ақ сауыт киген темірден, Алатаудай бабалар аруағымен жүрегін. Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқтатқан болдық, атам десем, батыңдар. Бабалардың зары үшін, қуандаланың дән үшін, алашымның қаны үшін, тәуелсіздік таңы үшін айналдым жауға. Еркіндіктің жыры үшін, бостандықтың нұры үшін, егемендіктің туы үшін, ерлік пен ұлттық рух үшін қан кештік біздер алаңда. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген, жүргегімде таныстым мың тіліммен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, оянғанда күлкімнен күн тірілген. Мен қазақпын, бір биік белеспін мен, Европада, Азияда емеспін мен, аралықтың 7-ші материктей, бірақ баршадан мен телестім мен. Қандай дүние жетеді балауыңа, бәрі сенің жанотың, қалауыңа. Өз бейнеңдей әлемге тұр танылып, Қазақстан гербіде жалауда. Мен қазақ, биікпін, байтақ елмін, қайта тудым өмірге, қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім. Құдайым, иманымды жолдас етіп сұраймын. Тағдырына бағыт сілтер ұлтының бедегүлші, рухшыл, ойшыл, ұлаймын. Пәк тілекті қабыл етші Құдайым.